Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы 17-18 ғасырлардағы Франция. Дәріс жоспармен таныссаңыздар. Жаңа заман басындағы Франция, ұлы француз буржуазия революциясының басталуы, республиканың жариялануы, 16-шы Людовиктің өлім жазасының кесілуі. 17-18 ғасырлар Франция тарихындағы үлкен өзгерістер мен қайшылықтарға толы кезең болды. Бұл уақытта Франция Европадағы ең қуатты абсолюттік монархиялардың біріне айналды. Алайда әлеуметтік теңсіздік, халықтың кедейленуі және жаңа буржуазиялық таптың күшеюі терең дағдарысқа келді. Нәтижесінде 18 ғасырдың соңында әлемдік маңызы бар оқиға ұлы француз буржуазиялық революциясы басталады. Жаңа замандағы Францияның жағдайына келетін болсақ, 17 ғасырдың басында Францияда абсолюттік монархия орныққан болатұғын. 4-ші Генрих пен кардинал ершілі феодалдық бытыраңқылықты жойып, орталықтанған мемлекет құрады. 17 ғасырдың ортасында Людовик 14-ші, яғни күн король деп есептеген өзін билікке келіп, абсолюттік монархияның ең жоғарғы деңгейіне жеткізеді. Ол мемлекет бұл мен деп мәлімдеген болатұғын. Франция Европадағы ең күшті мемлекетке айналды, әскер мен мәдениет дамыды. Алайда бұл гүлденудің артында халықтың ауыр еңбегі мен салықтың көбеюі тұрды. Дворяндар мен дінбасылар барлық артықшылықтарды иеленіп, салық төлемеді. Ал шаруалар болса және қалалық кедейлер ауыр міндеттіліктерін зардап шекті. 18 ғасырда Францияда буржуазия өкілдердің күші артып, бірақ саяси билікке жіберілмеген болатұғын. Бұл қайшылық елді революцияға итермеледі. Ұлы француз буржуазиялық революциясының басталуына кірісеміз. Революцияның басты себептеріне тоқталатын болсақ, біріншіден абсолюттік монархияның дағдарысы және мемлекеттік қаржының күйреуі. Екіншіден әлеуметтік теңсіздік, үш сословие, яғни дінбасылар, дворяндар және үшінші сословияның болуы. Үшіншіден ағарту дәуірінің идеялары, еркіндік, теңдік, халық егемендігі туралы көзқарастардың туындауы. Төртіншіден халықтың аштық пен салық қысымына қарсы наразылығы орын алды. Осылайша 1789 жылы бас штаттар шақырылады. Үшінші сословие өздерін ұлттық жиналыс деп жариялап, жаңа конституция әзірлеуге кіріседі. 1789 жылдың 14 шілдесінде халық Бастилия қамалын басып алады. Бұл оқиға революцияның басталуының нышаны болды. Енді революцияның жариялануына байланысты мәселені көтеретін болсақ, 16-шы Людовиктің өлім жазасына кесілуі, революцияның дамуы бірнеше кезеңнен өтеді. Бірінші, 1791 жылы конституциялық монархия жарияланады. Бірақ король билікті сақтап қалуға тырысады. Екінші, 1792 жылы монархия құлатылып, Франция республикасы жарияланады. Үшінші, король Людовик 16 мен королева Мария Антуанетта шетелдік державалармен астыртын байланыста болған үшін сотталады. Төртінші, 1793 жылы қаңтарда Людовик 16 гильотинамен өлім жазасына кесіледі. Бұл оқиға Францияның түбегейлі өзгеруін және ескі феодалдық тәртіптің жойылғанын білдіреді. 17-18 ғасырдағы Франция тарихы абсолюттік монархияның күйреуі мен жаңа буржуазиялық қоғамның қалыптасу кезеңі болды. Бұл ұлы француз революциясы әлемдік тарихта ерекше рөл атқарды. Ол халық егемендігі, азаматтық құқықтар менен бостандық идеяларын алға шақырды. Ал монархиялық биліктің шексіздігіне нүкте қойды. Франция үлгісі кейін Европа мен Америкадағы көптеген демократиялық қозғалыстарға әсер етті. Бүгінгі тақырыбымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Көріскенше.